Әнші звезда. Қарсы әншілердің микрофон тұр. Бізде звезда ұсталар болады. Мына жерге келген кезде міне айтады ғой. Солай қалай? Әнші звезда. Осы жерге келіп айтасың. Қайрат Нұртас жаңағы. Жарайды, давай по работе. Көрдіңіздер ме, каждый мына жерде салынып жатыр да объекті. Сырттан қарасам бәрі оңай салынып жатқан сияқты. А так бұл жерде қаншама еңбек, қаншама уайым. Түні бойы сөйлесеміз, мысалы коллегаларымыз бар, ақылдасамыз, технадзор бар, онымен сөйлесеміз. Каждый даже мынау тас жатыр ғой, осы жерде жату керек па, жату керек емес па, соның бәрін ақылдасасың да. Каждый істеліп жатқан зат. Проектировщикпен ақылдасамыз, технадзормен ақылдасамыз. Каждый нәрсе просто так істелінбейді. Бұл уайым, қайғы, түні бойы коллективпен отырамыз, түнгі бірге дейін офиста отырамыз ше. Оның бәрін видеоға түсірмейміз ғой. Зачем оның бәрін түсіріп? Таңғы 6-та тұрамыз, түнгі 1-2-ге дейін жұмыс істейміз кіргізде. Өйткені бізге заказчик, клиент тапсырды да. Ол біреудің ақшасы, біреудің уайымында, оның бәрін как положено орындау керек. Ол біздің мақсат, міндет та. Алдым ба, грамотно істеу керек та бұл заттың бәрін. Өздеріңіз көріп тұрады көрдіңіздер, каждый нәрсе біз жерде ойластырып, проект болса проектпен салынған. Бұл объекттің басына видеосыз қаншама рет келеміз, тексереміз, көреміз, бригадирмен телефонмен қаншама вопростар шешіледі. Так что, достар, әділ құрылыспен болыңыздар.